Салют атылған түнде. Авторы Мықтыбек Орастайұлы. Таппадым, деді үйге көңілсіз кірген күйеуі. Келіншегінің қабағын мұң шалды. Бүгін де түнімен ұйықтай алмай әлденені уайымдап күрсініп шығатын болды. Қала кеші бүгін ерекше мамыражай. Жел мен жаңбырдан көз ашпайтын қалада мұндай ауа райы дегеннің бір көзайым құбылыс. Мынадай керемет кеште қол ұстасып қыдырса жарасады. Бірақ қыдыру үшін де көңіл күй керекке ұқсайды. Сол көңіл күй құрғыр соңғы кезде жиі жоғалатын болып жүр. Сананы тұрмыс жеңіп кетті ме, әлде бір досы айтқандай жөтелсе проблема пайда болатын күн кешкелі біраз болды. Бұл шексіз проблемалардың азаятын түрі көрінбейді. Қалаға барсақ қарық болатындай, ауылдан қалаға жетіп алып жайғасқанша асыққан еді бір кездері. Қала бұларға құшағын айқара аша қойған жоқ. Пәтерден пәтерге көшіп, жиі қоныс ауыстырды. Бірақ бұлар мойымады. Күйеуі бастысы екеуміз бірге болсақ, болды, қалғаны не тәйірі, деп жұбатқан. Келе көзі жетті. Махаббат күн көріс болмайды екен. Биыл тіпті қиындап кетті. Карантин басталғалы екеуі де үйден тырп етіп шыға алмады. Соңғы аптада карантиннің қалың құрсауы сөгілгендей болып, қала адамдары қайтадан аздап еркіндік ала бастады. Күйеуі бұрынғы бригадаға қайта кіре алмай, жаңа жұмыс іздеуге мәжбүр болды. 4 тәулік болды. Күнде азанда кетеді, бос қайтады. Кел, бізге жұмысқа кіре ғой деп отырған ешкімнің жоғын біледі. Бірақ мынадай миллион тұрғыны бар шаһардан екі қолға бір күрек табылып қалатын шығар деген оймен тағы сандалады. Баз бір мекемелер қала күніне орай қазір демалыстамыз, мерекеден кейін кел деп үмітін аздап үрлегендей болады. Ақшадан қиналған адамға бір күннің өзі жылға татиды ғой, жарықтық. Қала күні тезірек өтіп кетсе болар еді деп қояды. Бірақ қасарысып, мұндайда тәулікте жылжымай қалады. Жоқшылықтың тақсіреті күн өткен сайын емес, сағат сайын қыспаққа алып, шидей қып жіберді. Бәріне атың өшкір карантин әлі. Сол бүгін қала күні. Мереке тойлауға зауқы жоқ. Теледидардан да гүлденген мемлекет жайлы жарқылдаған жарнамаларға толы хабарларды қарағысы да келмейді. Жүр, қала аралап қайтайық, деді күйеуі. Құр уайымдап отыра береміз бе, серпіліп қайтайық. Терезе жарқ-жұрқ еткендей болды. Арқаның ауа райы тағы да бұзылған болар. Бірақ жаздың ортасында қайдағы жасын? Жоқ, жасынға ұқсамайды. Мынаның дүмпуі солғындау, басқа бірдеңе шығар. Салют атылып жатыр, деді терезеден қарап тұрған 4 жасар ұлы. Қандай салют? Білмейм. Расында да салют екен. Әлде неше рет атылған шашулар түнгі астананы түрлі түсті жарықтарға бөліп, әлде қашан ұйқыға кеткен алып түннің өзі мына тарсылдан оянып кеткендей болды. Қосулы тұрған теледидардан әлде біреу мерекенің соңы мерекелік отшашумен аяқталды. Қала тұрғындары мен қонақтары асыға күткен отшашу қаланың түрлі нүктесінен әуеге атылды. Бұл да еліміздің жасампаздығының және күннен күнге түрлене түскен астанамыздың асқақтай түскендігінің айғағы деп сымпылдай жөнелді. Отшашу орнына тікелей эфир жүргізіп жатқанға ұқсайды. Дәл осы сәтте келесі көшеде әлде бір жедел жәрдем машинасы ковидке ұшыраған бір кісіні ауруханаға әкетіп бара жатқанды. Әлгі отшашулар да табылмаған жұмыстың әлегін ұмыттыра алмады. Жасампаз елдің қақ төріндегі елеусіз пәтерде ертеңгі ішер асы мен жейтін нанын уайымдаған күйеуі мен әйелі әлден уақытқа дейін күрсініп, ұйықтай алмай жатты.